Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2020 жылғы Бессмертная гвардия атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Я глава группы бессмертных. Армия, если хочешь. Энди атты әйел көше бойымен кетіп бара жатыр. Бір кезде қасына келіп тоқтаған Букер атты жігіт оған бастықтары жаңа миссия тапсырғанын айтады. Миссия бойынша олар Судан еліндегі тұтқындарды босатуы керек. Эндидің ойынша бұл жұмыс өте қауіпті, бірақ достары Джо мен Ники миссияға дайындалып, Эндиді отельде күтіп отыр екен. Осы кезде Энди селфи жасап тұрған жас қыздарды көреді. Оларға көмектеспекші болып, шапшаңдығымен қыздың телефонындағы өзі түсіп қалған суретті өшіріп тастайды. Осыдан соң Энди достармен бірге отельде жиналады. Букер жаңа миссия жайлы айтуда, бірақ Энди бұл миссиядан бір жамандық сезіп тұр. Онымен қоса, осыншама уақыт бойы олар көптеген адамдарды құтқарса да, әлемде зұлымдық жоғалатын емес. Осыдан кейін Энди мен Букер Копли атты адаммен кезігеді. Копли әйелі қайтыс болған соң ЦРУдан кетіп қалған екен, бірақ дәл қазір Эндидің көмегіне мұқтаж. Кеше-кешке мектепке террористер шабуыл жасап, балаларды ұрлап әкетіпті. Судан елі Америкадан көмек сұрағанымен ешқандай жауап жоқ. Сондықтан олар Коплидан көмек сұрапты. Ал Копли болса миссияны Эндидің тобына тапсырады, өйткені оларға тең келетін ешкім жоқ. Энди бұл ұсынысқа келіскен соң тобымен бірге Суданға аттанады. Түнде миссия кезінде күзетшілерден құтылған соң Копли айтқан бөлмеге келеді. Негізінде бұл бөлмеде тұтқындар болуы керек еді, бірақ күтпеген жерден спецназдар пайда болып, төртеуіне оқ жаудырады. Бірнеше минуттан соң жаралары қайта жазылып, көздерінше өлген адамдар олардың бәрін қыруда. Энди бұның сатқындық екенін түсінеді, қару-жарақтарды жерге көміп, енді төртеуі бұндай жұмыстармен айналысуды доғармақшы. Бірақ Копли шын мәнінде олардың кім екендерін біліп қойды. Осы кезде Американың солдаттары Ауғанстанда террористерді іздеп жүр. Нейл атты солдатқа үйлердің бірін тексеру тапсырылды. Бір кезде Нейл дәл қазір террорист есіктің артында екенін түсінеді. Солдаттар оны өлтірмекші болады, бірақ приказ бойынша ол тірідей керек. Енді террористті емдемекші болған Нейл жігіттің қолындағы пышақты байқамай одан ауыр жарақат алады. Осы кезде төртеуі де Нейлмен болған жағдайды түстерінде көріп шықты. Тез арада көрген түстермен бөлісіп, қыздың кім және қайда екенін анықтамақшы. Энди қалғандарына Коплиді табуды бұйырып, өзі Нейлді іздейтін болды. Бір кезде есін жинаған Нейл достарының оған біртүрлі қарап жүргенін көреді, өйткені Нейл олардың көзінше жан тапсырған болатын. Ал қыздың мойнында жарақат түгіл, шырам да жоқ. Англиядағы фармацевтика компаниясының бастығы Стивен адамдарға барлық ауруды емдейтін дәрі ойлап табуға уәде береді. Копли оған Суданда болған операцияның жазбасын көрсеткен соң, Стивен тезірек төртеуін лабораторияға жеткізуді бұйырады. Нейлға зерттеу жүргізу үшін командир оған Германияға бар дейді. Өзін толықтай сау сезінсе де, таныстары онымен сөйлесетін емес. Күтпеген жерден пайда болған Энди офицерлерді иесінен тандырып, қызды өзімен алып қашады. Жолда көліктен түскен Нейлді Энди дәл басынан атады. Көп ұзамай қыз иесін жинайды. Энди оған өлмейтін адамдар тобының басшысы екенін түсіндіреді. Ендігіден бастап Нейлді солардың қатарында. Энди қызды ұшақпен Парижге апармақшы. Нейл бұл күштің қалай пайда болғанын түсінер емес, бірақ Энди де жауабын білмейтін болып шықты. Ұйықтап кеткен Энди оянса байлаулы екен. Нейл оны тұтқында ұстап, ұшқышқа тезірек артқа қайтуды бұйырады. Сол кезде Энди ұшқышты атып түсіріп, тезірек босатуды өтінеді. Бір кезде ұшқыштың тірі екенін көрген Нейл енді Эндимен төбелеспекші. Бұл жекпе-жекте аяқ-қолы сынған жас қыз бәрі тез арада қайта жазылғанын байқайды. Осылай екеуі бірге Парижге жақын жердегі ескі үйге келеді. Ол жерде Нейл алғаш рет басқа да өлмейтін адамдармен танысады. Букер 1812 жылдан бері өлмейтін күшке ие болыпты. Ал Ники мен Джо христиандық шабуылдан бері таныс екен. Эндидің ұзақ өмір сүргені соншама өзінің жасын білмейтін болып шықты. Бірақ бәрінің айтуынша бір күні жаралар қайта жазылуы тоқтап өлетіндеріне сенімді. Түнде Нейл қорқынышты түстен оянып кетеді. Түсінде теңіздің түбінде қорапқа қамалған тірі қызды көріпті.
Ол суға тұншығып қайта тіріледі екен, есікті қанша ұрса да ашылатын емес. Никидің айтуынша ол Куин атты қыз, ол да өздері сияқты өлмейтін адам. Энди неше мың жыл бұрын бірінші сол қызды кезіктіріпті. Ұзақ уақыт бойы екеуі бірге саяхаттап, бірге шайқасқан екен. Бірақ бір күні қала тұрғындары оларды сиқыршылар деп дарға асса да өлетін емес. Адамдар оларды әртүрлі жолмен қинайды. Күндердің күні Куинді табытқа салып теңізге лақтырып жіберіпті. Қашып шыққан Энди құрбысын ұзақ іздейді, бірақ әлі күнге дейін таппаған болып шықты. Нейл Куиннің осыншама уақыт бойы есінен ауысып кеткеніне сенімді. Өйткені теңіздің түбінде 500 жыл бойы жату кез келген адамды алжытып жібереді. Осыдан кейін Нейл мен Энди далаға шығып әңгімелесуде. Екеуі сөйлесіп тұрғанда қалай әскерлердің қоршауында қалғандарын байқамай қалады. Автоматтың дауысын естіп ішке кірген Энди қан жоса болып жатқан Букерді көреді, ал Джо мен Ники жоғалып кеткен. Көп ұзамай Букер есін жинап, не болғанын айтып береді. Энди оларға осы жерде күтуді бұйырып, жалғыз өзі әскерлерді іздеуге аттанады. Нейл әскерлердің бәрін Энди қырып шыққанына сенер емес. Осы кезде Ники мен Джоны ұшаққа отырғызып, әскерлер оларды лабораторияға алып кетеді, ал қалғандары ескі шахтада жасырынуда. Стивен өте бақытты және бүкіл әлемге атағы шығатынына сенімді. Джоның қабілетін тексеру үшін Стивен оған пышақ тығып, қалай жазылғанын көреді. Копли Стивенге ашулана бастайды, өйткені екеуі оларды қинауға келіспеген болатын. Эндидің соңғы шайқаста алған жарақаты әлі жазылмаған екен. Сонда ол ешкімге айтпастан дәріханаға барып жарасын емдетеді. Букер жас қызға өзінің отбасы жайлы айтуда. Мәңгі тірі жүрудің ең жаманы ол қалай сенің жақындарыңның өлгенін көру. Стивен оларды өз жұмысына толықтай пайдаланбақшы. Көп замай Букер достары жатқан ғимараттың мекен жайын табады. Ал Нейл болса оларды құтқаруға мүлдем қарсы, өйткені миссия кезінде жазықсыз адамдар зардап шегуі мүмкін. Одан да уақытты бағалап, Нейл бірнеше жыл жақындарымен болуды шешеді. Энди оның бұл шешіміне мүлдем қарсы емес. Осылай Букер мен Энди бірігіп бәрін қырып шықпақшы. Енді қайтқай жатқан Нейл бір кезде пистолетте оқ жоқ екенін көріп, Эндидің тұзаққа тап болғанын түсінеді. Үйге кірген Эндиді іште Копли күтіп тұр. Копли Эндидің шын есімін атайды. Андра Махаскивская, яғни аудармасы мәңгілік жауынгер. Сол кезде Букер Эндиді жарақаттап, өзінің сатқын екенін дәлелдейді. Копли өзінің әйелі қайтыс болған соң ешқашан өлмейтін дәріні іздеген екен. Ол барлық аңыздар мен тарихтарды оқып шығыпты. Бір кезде Букер Эндидің жарасы жазылмағанын көреді. Букер істеген ісіне өкініп Эндидің неге ескертпегенін сұрайды. Осылай төртеуі де Стивтің лабораториясына түседі. Біраз уақыттан соң Коплиге келген Нейл Эндидің шынайы тарихын естиді. Энди қаншама ғасырлар бойы әлемді көркейтетін адамдарды құтқарумен айналысыпты және көптеген құпия миссияларға қатысқан екен. Онымен қоса соғыс кезінде жауынгерлерді құтқарып, ядролық соғысты тоқтатқан болып шықты. Бірақ әлі күнге дейін адамдар Энди жайлы мүлдем хабарсыз. Эндидің көптеген жақсылықтарын естіген Нейл енді Коплидің неге оларды зұлымдарға ұстап бергенін түсінер емес. Копли өзінің марқұм әйелі үшін өлімнен сақтайтын дәріні табуға өзіне уәде беріпті. Бірақ өкінішке орай Эндидің қабілеті таусылған екен. Енді Копли өзінің не бүлдіргенін түсініп, оларды құтқару үшін лабораторияға бармақшы. Бірақ Нейл жалғыз баруды шешеді. Әр қабаттағы күзетшілерді қырып шыққан соң, Нейл достары жатқан лабораторияға жетеді. Эндимен қоса басқаларды да босатып жатқанда, Букер кінәсі мойындап өзін қалдыруды өтінеді. Бірақ Энди оны кешіріп Букерді де босатады. Ойлануға уақыт жоқ, олардың бар мақсаты Стивенді өлтіру. Джо мен Ники күзетшілермен айналысуда. Осы кезде Энди күзетшімен төбелесіп, одан Стивеннің қайда екенін естиді. Стивен пентхаузың ішінде қару-жарақтарымен бірге тығылып отыр. Нейл бірінші шабуылдамақшы, бірақ ақыры өлетін болса мен барайын деп Энди бірінші шығады. Пентхаузға терезеден кірген Джо күзетшілерге оқ жаудыруда. Бір кезде Энди өзінің бүкіл денесі ауырып тұрғанын мойындайды. Сол сәтте бұрыштан пайда болған Стивен оларды эгоист деп атайды, өйткені олардың арқасында
арқасында мыңдаған ауруларды емдеуге мүмкіндік болатын. Бір кезде Энди Стивенге күтпеген жерден ауыр соққы жібереді. Стивен енді атпақшы болғанда Нейл оқты кеудесімен жауып, онымен бірге қабаттан секіреді. Төртеуі тезірек оқиға орнынан іздерін жоғалтпақшы, бірақ көп ұзамай Нейл қалпына келіп, бәрі бірге көлікке отырып қашады. Копли Нейлдің жақындарына оны соғыста қаза болды деп жеткізген екен, ал Энди жаза ретінде Букерді топтан 100 жылға шығарыпты. Енді Копли олардың ізін жасырумен айналыспақшы. Арада 6 ай өтеді. Ішіп алған Букер үйдің ішінен 500 жыл бойы теңізде жатқан Куинді кезіктіреді. Осыған қарағанда фильмнің жалғасын күтетін сияқтымыз. Осымен біздің Бессмертная гвардия атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.